Гаишникке. Неше көзі бар? Екеу! Төртеу. Екеу алды, екеу артта. Ассаламуалейкум. Уағалейкумассалам. Қандай учетсыңдар? Мен де Армения. Мен де Грузин. Мен де Қырғызстан. Көбімізде сары номер. Мен де орыс учет. Сен үндемедің ғой, машина жоқ па не? Бізде Мансур екеумізде қазақ учет. Да ну ма? Серьезно? Базар жоқ. Сендерге страховкаңда проблема емес. Шынымен қазақ учет па? Красавчик. Красавчик, красавчик. Так. 12 қаңтардан бастап шетелден келген көліктер страховка жасай алмайды, соны ескертерсің. Міндетті түрде. Кеттік, өздерінен көрсін. Ал енді Страховка жасай алмайсыздар, сендерге қана басымдар бар. Ханием, сізге шетел көліктерін жүргізушілерінен хат келді. Сіздің соңғы страховканы алып тастаймын деген шешіміңізге барлығы қарсы шығып жатыр. Не дейді? Өкел, өзім оқи. ұлан ғайыр атырап. Армения мен Грузияның, Қырғызстанның, Ресейдің барлық жерін аралап, өзіміздің қазақ үшін арзан көліктер әкелдік. Қазақ учет көлік алайық десек, қымбат. Салондарда көліктердің бағасы удай қымбат. Амалсыздан шетел көлігіне мәжбүрміз. Ертең біздерге жүруге болмайды деп мазамызды алатын қай гаишникке де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз. Қас қылғанды қиып түсер қылышпыз. Амалсыз қалған қазақтар.